ондықтар арқылы санайық, яғни бізге 10-нан 100-ге дейінгі сандар көрсетілген. Алайда біз 10-нан кейін қандай санды ұмытып кеткенімізді табуымыз қажет. Яғни бұл жағдайда 10-нан кейінгі санымыз 20 саны. 20 деп белгілеп тексеріп көрейік. Дұрыс болды. Енді келесі. Ондық торлар арқылы қандай сан көрсетілген? Яғни біз бұл жерде әрбір торда 10 кішкентай дөңгелек бар екенін көре аламыз. Яғни бұл бір ондықты білдіреді. Әрқайсысы сонда 1 ондық, 2 ондық, 3 ондық, 4 ондық, 5 ондық, 6 ондық, 7 ондық және де 8 ондық. Сонда 80 деген сан. 80 санын таңдап, тексеріп көрсек, дұрыс екен. Енді келесі. Ондықпен санайық. Біз қай санды ұмытып кеттік? Яғни 10-нан 100-ге дейінгі сандар қатары берілген. Сонда 10, 20, 30, 40, 40-тан кейінгі санымыз 50 саны. Тексереміз, дұрыс. Енді келесі. Төмендегі ондық торлардың қайсысы 30 санына сәйкес келеді? Яғни бізде бір торда 10 кішкентай дөңгелек бар. Ол 1 ондық. Егер 30 саны болса, 3 ондық болу керек. Олай болса, мысалға, ең төменгісінде 1 ондық, 2 ондық және де 3 ондық. Осы нұсқа келеді. Ал бірінші жағдайда тек қана 2 ондық. 2 ондық дегеніміз 20, ал екінші нұсқада бізде 4 ондық. 4 ондық дегеніміз 40. Ал бізге 30 санына сәйкес торларды табу қажет, ол үшінші жағдай. Дұрыс. Енді келесі. Ондықпен санайық. Біз қандай санды қалдырып кеттік? Яғни 50-ден кейінгі келесі ондық қандай сан? Оны табу үшін, яғни 50-ден кейінгісі 60 деп белгілейміз. Тексеріп көрейік. Дұрыс. Енді келесі. 50 санын құрау үшін ондық торларды төменге орналастыру үшін суретке басып, төменге жылжытамыз. Яғни 1, 2, 3, 4 және де 5. Енді осыдан түсінгеніміз, яғни 50 санын құру үшін бізге 5 ондық қажет. Яғни 1, 2, 3, 4, 5. Сонда 50 санын құрастырдық. Дұрыс. Енді келесі. Ондықпен санайық. Яғни 10, 20, 30, 30-дан кейінгі санымыз ол 40 саны. Сонда біз қалдырып кеткен сан 40 екенін таптық. Тексеріп көрейік. Дұрыс болды.